Сәлем, мен Аскербек. 1977 жылы, осыдан 40 жыл бұрын, NASA Voyager 1 және Voyager 2 атты өзінің зондтарын ұшырды. Сол зондтарда өте маңызды жүк бар. Бұл алтын пластина адамзаттың өзге планеталықтарға жолдаған хабарламасы. Сол пластинада біздің планетамыз қай жұлдыздың қасында, қай галактикада және ғаламның қай бөлігінде орналасқаны анық көрсетілген. Егер НЛО осы пластинаны алса, олар біздің жерімізде қиналмай-ақ келе алады. Атақты британдық ғалым Стивен Хокингтің айтуы бойынша, олар біздің жерімізге келсе, ол Кристофер Колумбтың Американы ашқанымен тең болады. Олар біздің жерімізге қандай мақсатпен келе алатынын біз білмейміз, бірақ олар бізді Американың жергілікті тұрғындар сияқты жойып жіберуі мүмкін. Мысалға, НЛО біздің жерімізге келіп деп есептейік. Егер олар келсе, біз олармен қалай тіл таба аламыз? Адамзат тарихына көз жүгіртсек, бірыңғай соғыс, қақтығыс, отаршылдық және жер бөлісе алмауда тұрады. Адам өз секілді адаммен тіл таба алмай, ұлтқа қарай және нәсілге қарай бөлінуде. Ал өзге планеталықтар ол басқа ғаламнан миллиардтаған километр қашықтықтан, олардың даму сатысы және өркениеті, мәдениеті басқа болғандықтан, олармен тіл табысу өте қиынға соғады. НЛО бізді басып алуға келсеші, оларға тек біздің жеріміздегі пайдалы қазбалар ғана керек болуы мүмкін. Егер олар дамыған болса, олар бізді бір күннің ішінде, тіпті бір сағаттың ішінде бізді жаулап алуы мүмкін. Планетамызды жаңа тәртіп орнатып, тіпті бізді жойып жіберуі мүмкін. Жарайды. НЛО бізге жақсы мақсатпен келді деп есептейік. Бірақ олар сонда да бізге қауіпті. Неге десеңіздер, олар өздерімен бірге неше түрлі бізге таныс емес вирустарды ертіп әкеледі. Бұл вирустар адам ағзасы үшін бейтаныс әсер туғызады, сондықтан да олар бізге қауіпті. 1969 жылы айдан жерге астронавттар қонған кезде оларды бір ай бойы ешқайда шығармаған. Себебі олар айдан өздерімен бірге микробактерияларды немесе вирустарды ертіп әкелуі мүмкін еді. Сол кезде жерде жаңа адамзат тарихында болмаған эпидемия болып, адамзат жойылып кетуі мүмкін еді. Тіпті зомби болып кетсе де таңғалмас едім. Ал егер олар өздеріне жаңа үй іздеп келсе не істейміз? Мүмкін олардың планетасы апатқа ұшыраған болар. Технология дамыған сайын ол қоршаған ортаға өзінің экологиялық зардаптарын тигізе бастайды. Дәл осындай жағдайлар біздің жерімізде болып жатыр. Күннен күнге жер қоқысқа толып, ауа ластанып, өзен сулар уланып жатыр. НЛО біздің жерімізге қонса қалай болады? Олармен бірге біз өмір сүре алар ма едік? Меніңше, Стивен Хокингтің айтқан дұрыс сияқты, біз НЛО-ға әлі дайын емеспіз. Видео ұнаса, лайкты басып каналға тіркелемін және келесі видеоларды өткізіп алмас үшін қоңырауды басып қоюыңызды сұраймын. Сіздермен болған мен, Аскербек. Келесі көріскенше өзіңді дамыт, сау болыңыз.